Иә, сабағымызды жалғастыра берейік. Жақсы. Микрофондарымызды өшірейік бірден. Қосылып жатқан апайлар. Сонымен біздің үйге тапсырмамыз не болды? Тренинг. Иә, ертеңгі сабақтағы қолайлы жайлы орта құру үшін тренинг немесе дайындап келу. Солай ма? Ертең барлығымыз дерлік өзіміз сабағымызды, мысалы, бүгінгі менің сабағымның тақырыбы осылай болатын болса, сабақты бастамасы бұрын мен жайлы, қолайлы орта не істеуім керек, орнатуым керек. Ол үшін мен ол ортаны мынандай құрамын деп, біздің балалармен жүргізетін жаттығуымызды Дәмегүл, микрофонды өшір. Апайлар, мұқият болыңызшы, ең бірінші қосылған мезгілде бірден микрофонды айырайық. Сөз алған мезгілде жаңағы микрофонды қосайық. Шама келгенше мұқият болайық енді. Мұнаны жалғыз сізбен біз емес көріп отқан, бұны бүткіл республика көріп отыр, осы отырысымызды. Сондықтан шама келгенше педагог екенімізді танытып, жайлы, жаңағы қолайлы ортаны балаға құрып жатырмыз, өзімізде жайлы қолайлы ортада отырып сабаққа өмір бойы білім сатысы оқуында қатысып жатқан ештеңеден жоқ, тек 8 күн ғой. Осы 8 күнге шыдап сабаққа қатысуға болады жақсылап. Түсінікті болды, иә? Енді әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің екінші жаңағы үлкенді. Маған айтылып жатқан әңгіме екен, Құдай білсін. Жалпы біздің екінші тақырыбымыз онлайн форум. Онлайн форум бұл, яғни қалай форумның қалай жүретінін білеміз. Бұл өзіміздің тәжірибемізді іске қосады форумда. Яғни рухани адамгершілік әлемінің дамуына музыка мен әннің әсері деген тақырыпта біз әңгіме қозғап көрейік. Қандай әңгіме қозғай аламыз? Мінекей, біз берген таныстырылым презентация бойынша мынандай жоспарменен жұмыс жасап көрейік. Музыканың қоршаған әлемге әсері, музыка және оқыту, топпен ән айту. Міне жоспар. Осы жоспар бойынша біз өзімізді іске қосып көрейік. Манағы музыканың қоршаған әлемге әсері дегенде біз өмір бұл ән. Ән айтыңыз. Дегенге кішкене мән беріп ақталып көрейік. Барлық адамдар ән айтуды ұнататыны анық. Солай ғой. Сендер, тем более, музыка пәнінің мұғалімі болғаннан кейін ән айтуды жақтырмаймын дейтін адам жоқ шығар. Солай ма, әріптестер? Егер әндер сабақ үшін мұқият тыңдалса, оларды пайдалану қазіргі уақытта үйрететін құндылықты меңгерудің тиімділігін артады. Егер әндер сабақ үшін мұқият тыңдалса, музыка және топпен ән айту бұл балаларға құндылықтарды еске сақтауға және тыныштық, сүйіспеншілік пен қуаныш сезімін нығайтуға көмектесетін тиімді әдістер. Топпен ән айту. Кез келген құралды тиімді пайдалану үшін оның мүмкіндіктері мен әсер ету күшін білу маңызды. Микрофонды өшіре қойыңдаршы. Мен өзім шаршап отырмын енді. Бүгін 4-ші сағатқа кетіп бара жатырмын ғой.
кез келген құралды тиімді пайдалану үшін жаңағы оның мүмкіндіктерімен әсер ету күшін білу маңызды дедім. Сондықтан топпен ән айтуды сабақтың әдістемелік тәсілдерінің бірі ретінде сипаттамас бұрын біздер дыбыстар мен музыка әлемін қысқаша зерттеп, олардың бізге және біздің айналамызға қандай әсер ететінін көрейік дейді. Ал көрейік. Ежелгі уақытта адам әуен жасауға талпынды дейді. Бастапқыда ол адамның дауысы болды, кейіннен қатты дауылпаздар, ағаштар мен жануарлар терісінен қарапайым аспаптар жасалды. Ерте кезден бастап әуен адам өмірінде маңызды орын алған. Әуеннің адамды сауықтыратын күші туралы ежелгі Греция заманынан бері Пифагордың әсіресе осындай күшке сенген ізбасарлары туралы көптеген аңыздар жеткен. Оны жақсы білесіңіздер сіздер. Бұл аңыздар бойынша әуеннің белгілі бір түрі адамға эмоционалдық күш берсе, екінші түрлері адамды тыныштандырып, рахат сезімге бөлеп сауықтырады екен. Оны білесіңіздер. Оны біздер осы аңыздардан естіп, оқып жүрміз. Енді біздің барлығымызға дыбыс әсер етеді. Солай ма? Ол бізбен немесе сырттан келеді ме? Бізден немесе ол сырттан келеді ме дыбыс? Біздің тыныс алу, жүрек қағу және пульс біздің ішіміздегі дыбыс. Өмірдің ең маңызды элементі ритм. Ритм бұзылғаннан кейін денеміздің механизмдері тепе-теңдіктен шығады. Біздің айналамыздағы дыбыстар біздің тәнімізге, психикамызға, көңіл-күй ахуалымызға әсер етеді. Тапсырма. Қала сыртында жүргеніңізді 1 минутқа елестетіп, табиғат дыбыстарын естисіз, сіз не сезінесіз? Ал ең бірінші осы тапсырманы орындап алайық. Қала сыртында жүргеніңіз. Біз мені музыка болғаннан кейін, дейді, музыкант болғаннан кейін, барлық адам, мына сөздің барлығын, мына өмір бұл ән айтамыз деген бізге қандай ұғым беріп тұр. Яғни айтқанда, біз адамдар ән айтуды ұнатамыз, бірақ әуелден жаңағы неден басталған? Адамның дауысы болған, одан кейін дауылпаздардан кейін, одан кейін жаңағы адам әуен өмірінде маңызды орын алған, сосын барып аңыз бойынша әуеннің белгілі бір түрі адамға эмоционалдық күш берген, екінші бір түрі жаңағы тыныштыққа, рахатқа, сезімге бөлейтін болған. Енді міне осы дүниенің барлығын біз жеке тұлға ретінде емес, как педагог музыка пәнінің мұғалімі ретінде біз бұны жақсы, ең бірінші қарапайым басқа музыка пәні мұғалімі емес, музыкаға ешқандай қатысы жоқ адамдар емес, біз тек қана музыканың адамы ретінде осы тапсырманы, осы айтылған дүниені біз ерекше түсінеміз, ерекше сезінеміз, солай ғой. Яғни біздің айналамыздағы дыбыстар біздің тәнімізге, психикамызға, көңіл-күй ахуалымызға әсер етеді. Өйткені біз кімбіз? Біз музыкантпыз. Музыка пәні. Не? Жақын адамдармыз. Олай болатын болса, сізге тапсырма беріп отыр. Қала сыртында жүргеніңізді 1 минутқа елестетіп, табиғат дыбыстарын естисіз. Сіз не сезінесіз? Дегенге жауап беріп көрейік. Тыныштықты, жайлылықты сезінеміз деп ойлаймын. Жайлы болуында дыбыстың. Табиғат дыбыстарын естисіз, иә. Жайлылықты сезінесіз, да, Айгүлсіз? Иә, тағы? Орманда жүрмін, құстар сайрап, самал жел соғып. Сондай. Керемет, жақсы бір әуен. Жаздың күні, көлеңкеде. Күшті жайлы бір сезім. Иә,
Тағы. Қиялға беріліп кетеміз дешеш, апай. А? Қиялға беріліп кетеміз деймін. Берілуіміз керек, біз музыкантпыз ғой. Біздің дейтін жан дүниеміз дейтін бар ғой, психикамыз барлығы біздің тәнімізге кәдімгі әсер етеді ғой, бұл біз музыкантпыз ғой. Солай емес пе? Кез келген музыка, кез келген адамның тоны айтқан, барлығы бізге әсер етеді. Біз себебі дыбыс арқылы сезетін адамбыз. Біз адамның көңіл күйі арқылы адамға көңіл күй сыйлаймыз, адамның назарын аударатын манағы. Біз соған, біздің тәніміз соған лайық икемделген, бейімделген. Себебі біз музыкантпыз. Біздің психикамызда музыка, әуен, ритм жатыр. Солай ма? Бақытнұр апай? Иә, сіз не сезініп жатсыз? Жаңа келіп жатырмын мен. Сіз жаңа кіріп жатсыз ба? Біз одан табиғат дыбыстарын естіп жатырмыз. Манағы қаланың сыртына кетіп, табиғат дыбыстарын елестетіп, біз өз сезімімізді айтып жатырмыз. Иә? Айтып көрейікші. Меруерт? Әдемі сылдырап аққан бұлақтың үнін естіп жатырмыз. Құстардың үнін, тыныштық. Әуен қандай? Сылдырлаған бұлақтың әуені. Сылдырлаған бұлақтың әуені. Самал желдің соққан, құстардың әдемі үйлесімі бір-бірімен үйлесіп жатқан. Тыныштық. Табиғаттың әдемі көрінісі. Жарайды, жақсы. Ал енді басқа пейзажға, үлкен шулы қаланың жағдайына ауысайық. Енді біз не сезінеміз? Машиналардың дауысы. Иә, күйбің тірлік. Манағы бір автобус келіп, бір автобус кетіп, адамдар түсіп, жұмыстарына қауырт асығып бара жатқан адамдардың дауысы. Қандай инструменттер бұл жерде ойнап жатыр? Шулы аспаптардың. Иә. Сосын не зат ойнап жатыр тағы? Тромбон, саксофон. Ой, мас. Тромбон, саксофон, спокойствие. Ана рок группалары болады, тыныш, қатты ауыр дыбыстар, да? Электронды гитара. Электр гитара ма, сондай. Жағымсыз дауыс. Шаршатып жібереді. Біреуге жағады, біреуге жақпайды, мысалы рок группалар. Сондай дұрыс болды, да, мысалға. Өте жақсы. Мінеки, енді егер біз өнердің басқа түрлеріне, мысалы кескіндемеге немесе мүсінге қарайтын болсақ, олардың айналасындағы әлемнің көшірмесін көреміз. Солай ма? Енді не сезінеді, солай салады ғой. Енді біз музыкант ретінде бізде қандай аспап бұл жерде ойнап жатырған? Қандай әуен? Қандай әуен бұйырады? Қаланың ішінде ойнап жатқан әуен бе? Классика сияқты. Суреттегі. Иә. Классика. Неге біз классика деп суреттеп сипаттап отырмыз? Өйткені Тыныштық немесе. Иә, көлеңкесі көрініп тұр, көрдің бе? Көшірмесі көрініп тұр әлемнің. Тып-тынық, әдемі, миға қатты әсер етпейтін бір әдемі көрініс. Иә. Лирикалық әуен ғой енді бұл жерде ойналынатын. Дұрыс айтасыз, лирикалық әуен. Композиторлар өздерінің ішінде барын шығарады, барлық қоршаған әлем үшін жаңа. Олар бізге осы музыканы өз өмірімізбен өмір сүруге мүмкіндік береді. Яғни, мінеки, мына дүниелердің барлығы шығаратын бізге композитор. Енді домбыра сөзсіз көп нәрсені жеткізе алады. Келісесіз ғой? Мысалы,
Ақсақ құлан туралы аңызда. Айтып көріңізші. Осы ақсақ құлан туралы аңызды естеріңізге түсіріп көріңіз. Домбыра не істейді? Жеткізеді ғой. Қанға ешкімнің батылы бармаған. Баласының өлгенін домбырамен жеткізеді. Күй арқылы жеткізеді. Иә, күй арқылы жеткізеді. Сол кезде домбыра қандай кейіпке не болады? Мұңды. Білесіздер ма осы ақсақ құлан туралы аңызды? Мультфильмдер көріп жүрміз. Естеріңізге түсіріп көріңіздер. Жошыхан ғой, Жошықханның. Жошы деген ханның бір түйір баласы болады ол. Уәзірлермен аңға шығады. Кез келген Сонда алдынан күнге шыққан шықпағы жәндіктерін. Иә, біреуміз сөйлейік, иә. Сонда Жорыққа сол кезде жаңағы бала неге түседі? Қайтыс болады жаудың қолынан. Жаудың қолынан. Солай ма? Ол деген Ақсақ құлан ғой, ақсақ құлан. Аңға шығады ғой. өлтіргеннен кейін, Иә. аңға шығып құланның баласын атып өлтіргеннен кейін, құлан оны кері қарай шауып, теуіп өлтіреді. Жошықханның баласы аңға шыққанда. Содан қасындағы нөкерлері әкесіне қалай өлгенін жеткізе алмай, кім маған балам туралы жаман хабар әкелетін болса, көмейіне қорғасын құямын дейді. Баласынан өлгенін жеткізе алмай, нөкерлері не істерін білмей ел аралап жүргенде, мола басында күй тартып отырған шалды көреді ақсақалды. Сол ақсақалды алып, ханның алдына алып келеді. Ақсақал келеді де күйші отыра қалып домбырасын тарта жөнеледі. Күйдің әуенінен баласының өлгенін түсінген Жошыхан тоқтат деп айқайлайды. Құйыңдар көмейіне қорғасынды дегенде, жаңағы күйші, уа хан ием, мен сізге не берем деп жауап береді. Құйыңдар домбырасына дейді. Жердегі домбыраның құдіреттілігі қайғы мұңды да, қуанышты да сөзсіз жеткізе білуі. Яғни, манағы домбыра әуелде қандай болған? 5 ішекті жаңағандай несіз болған ғой. Ортасында ойығы болмаған. Осы ақсақ құлан не істеген мезгілде, жаңағы домбыра жеткізген мезгілде қорғасын құйғанда, манағы ішектерінің үзіліп, екеу қалып, ортасы ойық пайда болған. Ол одан да бетер күмбірлеп шығатын аспап пайда болған ғой, домбыра. Мінекей, ақсақ құлан туралы аңыз. Яғни айтқанда композиторлер не істейді екен? Өздерінің ішінде барын шығарады, қоршаған үшін, олар бізге музыканы өз өмірменен өмір сүруге мүмкіндік беретін. Міне солардың бірі біздің өзіміздің ұлттық аспабымыз домбыра сөзсіз көп нәрсені де жеткізе алады екен. Яғни айтқанда біздің өзіміздің аспабымыздың өзі мінекей осындай аңыздарды арқылы біз аспабымызды түсіндіре аламыз балаға, және балаға оны жеткізе аламыз екен. Өсімдіктердегі музыкалық тәрбиелер дейтін бар. Яғни, біз музыка пәнінің мұғалімі болғаннан кейін әр өсімдіктер туралы, жануарларға әсері туралы музыканың. Солай ма? Мінекей. Жаңағы, мұнаның барлығын сіздер енді, мен суретін көрсеткеннен өздеріңізге ой келіп отқан болар, иә? Мысалы, әуеннің жануарға әсерін, мінекей. Мына түйленде де, мысалы,
Мысалы, бұл музыкаға мінекей жануарлардың қаншалықты қандай әсері не істеп жатырғанын, мысалы, тіршілік иелері өте сақ, өздерінің адамдардан аулақ ұстайтын екенін білесіңіздер, мысалы, төленнің де, солай ма? Жаңағы жылы сөйлесең жылан інінен шығады дегендей, мысалы. Мына жерде де, мысалы, Моцарттың музыкасын мақсатты түрде пайдалана бастаған, мысалы, сиырдың сүтін 2 есе көп бергенін байқаған музыка арқылы да, серенадасын тыңдағаннан кейін. Сонда әуеннің де жануарларға, табиғатқа оның әсері өте жоғары екенін біздің айтып түсіндіреді. Жалпы біз музыка пәні мұғалімі болғаннан кейін біз музыканы жақсы түсінетін, музыканың ерекше қабілетін, ерекше қасиетін біз балаға жеткізуіміз керек. Оның тек қана ән айтуменен шектеліп қана қоймай, мысалы, ол музыканың, әннің құдіретінің күшті екенін, мысалы, жануарларға дейін, табиғатқа, адамның психикасына әсер ететінін біз үнемі бетке ұстап, үнемі алға тартып отыруымыз керек екенін біз балаға үнемі өмірмен байланыстырып түсіндіруімізді, өз тәжірибемізде осылай жүзеге асырып отыруымыз керек екен. Топпен ән айту, яғни өзін-өзі таңдаудағы маңызды әдістердің бірі. Адамның дауысы ең керемет музыкалық құрал. Мына Инаят хан өзінің кітабында не деген? Дауыс адамның мінезінің белгісі ғана емес, сонымен қатар оның жан дүниесінің көрінісі болып табылады деген. Дауысты тек естіп қана қоймай, оны көретін адамдар да көре алады. Дауыс адамның нәзік құрылымына әсер етеді және бұл процесті қабылдауды бір уақытта тыңдау және көру деп анықтауға болады. Дауыстың әсері барлық құрылымдарға, яғни материалдық және нәзік ақыл-ой құрылымдарға таралады. Және бір күні ғалымдар дауыстың басқа дыбыстарға қарағанда терең, күшті және өмір беретіндігін анықтайды. Бұған сіз не айта аласыз? Мысалы, ән тынысты терең және ырғақты етеді, бұл денсаулыққа пайдалы, ол өзіндік тәртіпті жақсартады, өйткені дауыс үзілмей толық күшпен шығу үшін қозғалмай тікелей отыру немесе тұру керек. Хормен ән айту балаларды бір-бірімен өзара әрекеттесуге және бір командада жұмыс істеуге үйретеді. Ол назар мен жадты дамуына көмектеседі. Назарын аударуменен мына жады, есте сақтауды жаңағы менен жұмыс істеуге үйретеді. Мысалы, әсіресе әуенге толы музыка және есте сақтауға оңай болса, уақыт өте ән адам ішінде құндылықтарды нығайта отырып, ұзақ уақыт ішінде іштей дыбысталады. Мысалы, мінекей сіздер баламенен жұмыс жасайсыңыздар, қор менен ән айтқызасыңыздар. Мысалы, хормен ән айтудың құдіретінің балаға, мысалы, хормен ән айтқан мезгілде біз балаға қандай мүмкіндік жасап атқанымызды біз жақсы білуіміз керек, сезінуіміз керек. Яғни, хормен ән айтқанда, мысалы, бала бірімен бірі қарым-қатынас, сезіну, мысалы, дауысы керемет, әдемі, өзінің дауысы шығып жатырса, мысалы, барлық адам талантты емес қой, барлық адам әнші емес қой. Бірақ біз манағы балаға әнші болмаса да, барлық бала ондай икемі болмаса да, біз не істей аламыз керек? Балаға ән айтқызуды үйрету, манағы хорменен айтқызуға мүмкіндік жасауымыз керек. Өйткені біз балаға не үшін керек дейді, сонда хормен ән айту өзара баланың әрекеттесуіне, командада жұмыс үйренеді, мысалы, бір командада жұмыс істеуге үйреніп, өмірге бейімделуіне мінекей мүмкіндік бере алады. Сондықтан әріптестер, біздер хормен жұмыс жасаған сәтімізді бір уақыт еске алып, мысалы,
өздеріңіздің хормен ән айтқызуда мысалы жеткен жетістіктеріңіз туралы да айтып кетуіміз керек. Өйткені бұл ән айту, яғни біздің өзін өзі танудағы маңызды әдіс тәсіліміздің бірі. Мен жаңа лекциямның басында да айтып кеттім, барлық адам әнші емес. Мысалы, сіздер музыка пәнінің мұғалімі болғаннан кейін, сіздер барлығыңыз әншісіздер ма? Барлығыңыз ән айтасыздар ма? Әнді айтасыңыздар. Барлығыңыз да әншісіздер де, дауыстарыңыз күшті. Солай ғой де? Сондықтан музыканы таңдадыңыздар. Солай ма? Иә. Олай қабілет болу. Иә, дұрыс айтасыздар. Мінекей, сонда хормен ән айтудың маңызын қалай түсіндіңіздер, мысалы, сіздер? Қалай түсінесіздер? Сіздер музыкантсыздар ғой енді. Хормен ән айту. Жазгүл. Жазгүл айтсын деймін, Жазгүлдің дауысын естімей тұрқ. Жазгүл біздің старшымыз ғой. Ол барлығында да белсенділік танытып отыр. Бірге жұмыс жасаймыз арасында біздер, мысалы. Ауданда болатын түрлі фестивальдар бар, хорға қатысамыз. Мысалы, өзіміздің жеке өмірімізде мен өзім, мысалы, ДК-ға біздер көмектесіп тұрамыз Дүңкүлтүрада. Ақтілеу әжелер ансамбліндемін, мысалы, хор бізде, 10 адамнан құрап. Мектепте ұйымдастырамыз, қала берді мектептің ішінде, мұғалімдердің ішінде акапелла ұйымдастырамыз. Мен, мысалы, өзім 3-ші дауысты ұстаймын. Негізгі дауыстарды енді кішкене таланты шамаллау, негізгі дауыстарды ұстай алатын жоба мұғалімдерді ұстаймыз деген сияқты. Қала берді 2-ші дауысты ұстай алатын қабілеті бар мұғалімдер бар кейбір. Оларды қосамызда 10 мұғалім болып, 3 дауыста акапелла құратынбыз. Енді қазір бәрі жан-жаққа кетті ғой, қала берді мынандай ансамбль құрамыз арасында. Бізде Жазгүлдер келеді тұна совхоздан. Бізге бірге жұмыс жасайтын кездеріміз бұл. Енді хор деген бір үлкен әдемі бір. Сонда мінекей көріп отырсыз, хордың пайдасы не? Яғни айтқанда, сіз сонда қандай әдіс тәсілді, мысалы, сол хор арқылы жүзеге асырасыз баламенен? Хордың мүмкіндігі көп болып тұр ғой сонда. Қандай әдіс тәсілді жүзеге асырып отырсыз сонда? Мен енді баяғы бір-бірлеп сөйлейікші апайлар, маған бүйтіп жатыр. Хормен ән айтқан кезде ұжымдық жұмыс қой ол. Бір-бірін тыңдау, есту, өз қатесін өзі жөндеу, дұрыс тыныс алу. Жалпы хормен ән айту денсаулыққа да пайдалы. Жан-жақты ғой. Яғни айтқанда қарым-қатынас орнату, ұжымдық сезіну. Мінекей, жайлылық, ауызбіршілік, бір командада болғаннан кейін, хор дейді бір команда ғой кәдімгі. Бір командада болған жаңағы бір кемедегі ненің жаны бір дей ме, қалай дейтін еді? Бақалды. Кемедегінің жаны бір. Иә, мінекей, біз манағы өлеңді, әнді жақсы өз дәрежесінде айтып шығу үшін біз хордағы адамдар түгел не істеуіміз керек? Атсалысады ғой енді. Атсалысып, соған жанашырлық танытып, әрбіреуіміз өзімізге берілген дауысты ұстауға тырысып, ұйымшылдықпен манағы өзімізді көрсету, өзін-өзі көрсету, біріне бірі қарым-қатынас, сыйластық, манағы белсенділік, қызығушылық, мінекей осы процестің барлығы хормен ән айтуда жүзеге асады екен. Сонда біздің негізгі жаңағы ең керемет музыкалық құралымыз біздің осы хормен ән айту несі екен? Әдісі екен. Біздің айтқанымыз сіз айтқаныңыз, сосын музыкалық қабілеттің дамуына өте зор ықпал етеді. Баланың жаңа Бақтынұр апай айтқан, дауысқа бөлеміз ғой, бірінші, екінші, үшінші дауыс деп. Сонда әрқайсысы өзінің дауысын ұстап тұруға тырысады.
басқалардың даусына еріп кетпеуге тырысады. Соның барлығы баланың музыкалық қабілетін ашады. Орда. Өте жақсы. Дұрыс айтасыздар, әріптестер. Мінекей, бүгінгі біздің айтайын деген дүниеміз, міне осы дүниелердің төңірегінде айтқымыз келді, және біз оның мәресіне де жетіп келе жатырмыз. Қазір мен мынаны запистерімді реттеп алайын, сосын қорытындылау бөліміне түсейік. Мінекей, біз ұйымдастырушылық кезеңін мен кереметпеннен бастадық. Оқыту кезеңіндегі оқушы тұлғасын жан-жақты дамытуда музыкалық білімді жүйенің рөлі тақырыбында дәріс, яғни оны белсенділік оқыту түрлеріменен өрнектедік. Одан кейін баланың адамгершілік рухани әлемінің дамуына музыка мен әннің әсері, соның ішіндегі хор мен ән айту тәсілі ең маңызды құрал екенін білдік. Енді мінекей қорытындылау кезеңіне көшейік. Қорытындылау кезеңінде курс кезіндегі жағдаяттарға тоқталамыз және мейрамхана әдісі арқылы кері байланыс жасап көрейік. Яғни бүгінгі сіздің бізбен кездесуіміз, осы онлайн кездесуіміз мейрамханада өтті делік. Манағы таңертеңнен бері қарай сізбенен айтып атқан дүниелерінің барлығын тамақ деп елестетіңіздер алдарыңызға. Манағы белсенді оқытудың түрлерін, салат болсын, не болсын, барлығы сол белсенді оқытудың түрлері, қалай оқыту керек, соның барлығын тамақ деп елестетіңіз. Сіздерге мейрамхана директоры бірнеше сұрақтарға жауап беруді өтініп тұрды. Мен мына нені тағы жейтін едіңіз? Қандай тәсілдерді, қандай оқытудың түрлерін жейтін едіңіз? Сізге бәрінен де қай оқыту ұнады? Бәрінен де қандай оқытуды нені толық қорытып қойдыңыз? Мен бәрінен де нені түсіндім жаңағы? Тренингті ма, әлде оқыту кезеңін ба, әлде осы рефлексияны ма, нені түсіндіңіз? Өтінемін, маған тағы да не керек сіздерге осы бүгінгі оқытудың ішінен салып беріңізші. Ал мейрамхана директорына жауап беріп көріңіз. Мен уақыт берейін кішкене. Өзіңіз жазып ойыңызды жүйелеңіз. Бүгінгі таңертеңнен бері қарайғы сіз не қандай тамақты жедіңіз, нені ұнаттыңыз, нені қорыттыңыз. Манағы әдіс тәсілердің барлығын сол тамақты әдіс тәсілі қылып ала беріңіздер. Түгел. Кеттік.
Керемет. Уақыт аяқталды. Енді мейрамхана директорының қойған сұрақтарына жауап беріп көрейік. Кәне? Микрофонды қосамыз. 3 минут уақытымыз қалды, әріптестер, тездете қояйық. Дәмегүл. Бүгінгі сабақта біздің білгеніміз теория мен тәжірибені қатар алып жүруді үйрендік. Мен мына, Дәмегүл, мына сұрақтарға айттым. Мен мына теория мен тәжірибені тағы да жейтін едім. Солай ма? Біріншіңіз солай oldu. Мынаған салыңыз, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Маған бәрінен де не ұнады? Айтыңыз, тездетіңіз. Маған бәрінен де қолданған әдіс тәсілдерімізді теориялық тұрғыда айта білу ұнады. Өте жақсы. Мен осы әдіс тәсілдерді теориялық тұрғыда толық атап білгеннен кейін тәжірибемде толық қорыттым. Сіз нені көп жеп қойдыңыз? Мен бүгін психологиялық модульдағы тәсілдерді көп жедім деп қойдым. Керемет. Өтінемін, тағы да не керек сізге? Маған белсенді оқыту тәсілдері туралы тағы да салып беріңізші. Рахмет. Керемет. Тағы, жалғастырамыз, тездетеміз. Айтайын. Айта ғой Жазгүл. Мейрамхана әдісі бойынша. Мен мына белсенді оқытуды тағы да жеттедім. Рахмет. Маған бәрінен де өзара талқылау ұнады. Мен модельдеуді толық қорыттым. Мен пәнаралық байланысты көп жеп қойдым. Керемет. Өтінемін, маған топпен ән айтудан тағы да салып беріңізші. Рахмет. Керемет. Тағы да, әріптестер. Ұнап жатыр ма әдістер? Қане? Бүгінгі сабақтан не көп жеп қойдыңыз? Не ұнады бүгін? Ұнап жатыр. Не ұнап жатыр? Мен айттым бола ма апай? Болады әрине. Мен мына тағамды тағы да жейтін едім. Тағамды нақты айтыңыз. Әдіс тәсілдері ма? Белсенді оқытуды ма? Иә. Әдіс тәсілдер. Сізге бәрінен де не ұнады? Сол әдіс тәсілдері. Жарайды, жақсы. Уақытымыз. Құрметті әріптестер, біздің 1 минуттан төмен уақытымыз қалды. Қазір бір үзіліп кетіп жатырса, тағы да қосыламыз. Жарбол, тездетіп мүмкіндік болса, аяқтай қойып